Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоғжан, және де мына Абадок мен басымда өте қызық көрініп тұрған шығар, бірақ маған бәрібір. Ал бүгін мен сіздерге көрсететін нәрсе ол естеліктер қорабы. Бұл қорапты мен 3-4 жыл бұрын жасаған болатынмын, және де сырты оның осындай. Және де мына жерде осындай естеліктер қорабы деп жазылып тұр. Мына сыртына қараса, бұл коробқа 3-4 жыл емес 10 жылдай болған сияқты. Себебі сырты өте қорқынышты. Тіпті вот жеріне қағаз алынып жатыр мына жерде. Сырты еще кір және де уродский жазылып тұр. Жарайды. Маған ішінде не бар маңызды, сондықтан давайте ашып көрейік бұл қорапты. Так, аштық. Және мен бірінші көрініп тұрған нәрсе ол осындай екі ойыншық. Біріншісі осындай қоян. Бұл қоянды мен осындай шұлықтан жасаған болатынмын. Вот көздері және мұрны осындай мұрнынан. Және көздері мен мұрны түймеден тігілген. Даже оның шапкасы бар, қараңыздар. Осындай қоян. Және де келесі ол осындай покемон. Қараңыздар, ұқсаймын покемонға. Мен осылай ұқсайды. Егер ол сары болғанда ұқсаушы еді. Ал бірақ ол мүлдем ұқсамайды. Және осындай қолдары бар, құлағы бар. Және де осындай құйрығы бар. Бұл құйрығы картоннан жасалған. Ал көздері болса тоже картоннан жасалған, және беттері де. Ал мұрны мен аузын мен фломастермен салдым. Осындай покемон. Меніңше өте әдемі және де сүйкімді ойыншық. Және де келесі мен көріп тұрған нәрселер ол осындай кітапшалар, кішкентай. Біреуінде спокойной ночи, good night деп жазылып тұр. Екіншісінде good morning, доброе утро. Келесінде кот и мышь, a cat and mouse деп жазылып тұр. Давайте біреуін ашып көрейік. Кукла, a doll. Я кукле платье шила, решила. Я раньше никогда не шила. Белые пуговки, красный подол. Будет нарядная кукла, a doll. Және де бұл кітаптарда әртүрлі өлеңдер жазылып тұр. Орысша және де ағылшынша аралас. Және де бұл кітапшаларда да солай жазылып тұр. Және де келесі мен көрген нәрсе ол осындай қаламсап, осындай гүл сияқты. Еще мына жері өте иісі күшті болатын гүлдің. Иісі жоқ, мүлдем. Бұл ручка жазбайды. Және де бұл гүлді бізге 8 наурызда сыйлаған болатын. Может, біреулеріңізде болған шығар осындай ручка. Ал келесі мен көріп тұрған нәрселер ол осындай екі ойыншық киндер сюрпризден шыққан. Біріншісі осындай киндер сюрпризден өзі, осындай дәрігер секілді. Оның мынандай алынады және де қайтан салынады. Ал келесі ойыншық осындай мысық. Және де оның киімі шешіледі деп ойлаймын. Да, шешіледі. Бас киім шешіледі. Және денесі шешіледі. Және де мысық осындай жалаңаш. Және де оны қайтан киіндіруге болады. Ал келесі мен көріп тұрған нәрселер ол осындай өте көп ракушкалар. Осындай ракушкалар өте көп, даже ана жерде әлі бар. Бұл ракушкаларды әкем Каспий теңізден алып келген болатын. Бұлар өте көп, және де коробкада да жатыр. Және де осындай өте әдемі ракушкалар. Келесі неме жатыр. Мен туралы фактілер дейді. Өзім туралы біліп көрейін. Так, аты жөнім Тоғжан Емерғалиева Талғатқызы дейді. Туған күнім 21 қараша, Айгөз қаласы дейді.
және менің адресім жазылып тұр. Келесі, бұл мен сүйікті заттарым. Сүйікті тамағым көже, картошка дейді. Түс, ашық түстер. Хобби, сурет. Жануарлар, ит, мысық және де қоян. Менде ит те, мысық та және қоян да болған жоқ. Өсімдік, раушан дейді. Мультфильм, кино, головоломка және де один дома дейді. Және де келесі. Ал сүйікті бағдарлама Орел и решка. Және де осындай қағаз. Мен тіпті астын осылай әдемілеп қойыппын. Және де келесі жазылған нәрсе. Қыс менің сүйікті мезгілім дейді. Және де осындай сурет. Бұл суретті мен дүниетану дәптерінен қиып алған болатынмын. Мен кішкентай кезінде әртүрлі дәптерлерден, журналдардан, газеттерден өзіме ұнаған суреттерді қиып алатынмын. Білмеймін не үшін. Тіпті менде өте көп суреттер бар, сол газеттерден қиылып алынған. Енді сондай. Ал келесі жатқан нәрсе сүйікті мереке дейді. Мерекелер. Давайте, мен сүйікті мерекелерім. Бұл да тоже газет. 9 мамыр дейді. Бұл тоже газеттен қиылып алынған. Және де балалар күні дейді. Және тәуелсіздік күні. Жаңағыда айтқандай, мен газеттерден әртүрлі суреттерді қиып алатынмын. Және де мында осындай шыршаның суреті тұр. Мен жаңа жылды жақсы көремін. Және де осындай жаңа жыл туралы фактілер. Білмеймін не үшін маған жаңа жыл туралы фактілер. Например, жаңа жылды қай халықта қалай қарсы алады дейді. Әртүрлі қызықты фактілер. Мен білмеймін неге жатыр бұл естеліктер қорабында. Окей. Келесі жатқан нәрсе бұл осындай сурет. Менің отаным Қазақстан дейді. Білмеймін тоже не үшін салдым бұны естеліктер қорабына. Мұнда Қазақстанның картасын, киіз үй және тағы да басқа нәрселер көруге болады. Және де бұл тоже дүниетану дәптерінен алынған бет. Және де ары қарай мен туралы білетін боламыз. Енді менің сүйікті жануарларымды көрейік. Қандай мен сүйікті жануарларым бар. Және бірінші қоянның суреті. Тоже дүниетану дәптерінен қиып алынған. Және келесі жануар бұл осындай мысық. Аяз атаға тілек дейді. Давайте оқиық. Менің армандарым. Менде бір жануар болғанын қалаймын дейді. Қазір менде жануар жоқ, сондықтан бұл тілек орындалған жоқ. Келесі тілек. Менде әдемі киім болғанын қалаймын дейді. Менде әдемі киім жоқ. Келесі, менде көп ақша болғанын қалаймын дейді. Менде көп ақша да жоқ. Және бұл тілектер ешқашан орындалмайтын шығар. Келесі мен көрген нәрсе. Мен қалайтын көйлек дейді. Осындай көйлек мен өзім салған болатынмын. Осындай. Анекдоттар дейді. Давайте оқып көрейік. Мұнда анекдот жоқ. Мен чувство юмора сияқты. Келесі. Менің қалам аягөз және де осындай дүниетану дәптерінен қиып алынған сурет. Келесі нәрсе қағаз. Менің саяхаттарым дейді. Бұл, наверное, мен барған жерлер. Мен Семей қаласында болып көргенмін дейді. Өскемен қаласына мен Жандос мамамен барғанбыз. Алакөлге де демалуға барғанбыз. Бұл менің барған жерлерім. Және де болды. Коробкамыз. Бос те айта алмаймын, себебінде ракушкалар жатыр. Және де болды. Бұл барлық нәрселер болатын. Естеліктер қорабында жатқан. Маған өте қызықты болды қараған өзімнің естеліктер қорабында. Және сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса лайк басамын, және де каналға жазып кетіңіздер.